Ялтас вақалары ақта тарих үтмеге азырмыз. Студияда мен Султан Естакова çalışам. Хайрлы ақшамлар. Қараман шерде Қырым көпіріне яқын ерде Керчи-Южна адлы яны станция açıldı. О 20 тоннаға же контейнерлеріні емді лиманлардан келген юклеріні қабул ете білежек. Бүгін станцияға енді Перм шерінден илктірен етіп келді. О Ахмеджетке yol ала. Бұл вақия аққында Сабина Денеева тариф ете. Енді Русияның дорт шерінден керешке еті бармақ мүмкін. Саба ось ilk yolcularına ярмада тарафтан Қырым көпіріне en yakın yerleşken Керч-Южный адлы яны станция қабул етті. Бүгін көндіз 11-ге 15 дақа қалғанда станцияға Пермден Ахмеджетке yol алған бірінші трен етіп келді. Предусмотрены автобусные маршруты. Автобус маршрутлары бар, яғни бұл Қырым Жұмхуриетінің нақлият назырлығынан аңлаштық. Керч автовокзалындан Ерсат Керч-Южный адлы демір yol вокзалына маршрут автобусы қатнажақ. Яны станция 20 тоннаға же контейнерлеріні емді лиманлардан келген юклеріні қабыл ете біле. Керч Анапа векері юнилишті шерге яқын трендерінің қатнақ вақыты en çok 2 saat 5 дақа девам етежек. Вокзалның умуми мейданлығы аман-аман 2,5 квадрат метрні тәшкіл еті. Паркта 5 yol ve 3 платформа олажақ. Комплекс 200-ге же адамны сығдырajақ. Настоящее время. Шымдықы вақытта бізде епсі қызметлер көстерілі, яғни шу жүмледен ұзақ ве яқын yolda olғаны кебі қатнап физикалары ресмилештірілі. Ана ве бала одалары бар. Вокзал толу шекилде маломобиль гражданлар үшін келіштірілді. Эса юнилишлер Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Омск, Кисловодск, Мурманск станциялары. Сабина Денеева, Саит Влеляев, Милет үшін. Ақяр кефе ве кезлевні су басты yollarını ве дамбаларыны су ақымы ювып кетті. Яғмыр сувлары Қарамның мерkezіне де етіп келді. Яқшеке мұнда әршей о қадар меқяқсылы дегіл. Эльмаса Блакимовның левхасында тавсилатлар. Күчлі яқым орталықны суға толдыра, Ақярда дамба еқылды. Шерінің бір сұқақында электрик қатылар зарарланды, 6 квартираны су басты. Яғмур себебінден Қараман шерінің меркезі санки су içinde ялдай. Гагарин мейданы Қара деңізінің қысмына чевірілді. Машиналар парковкаларда бақып қалды, әрекет тоқтатылды. Кемер районларда соның севiyesi 84 мм-ге етті. Бұл июнь айының нормасындан 2 кереге зияде олды. Күндіз яғмыр тоқтады, ама синоптиклерінің тахминлеріне көре о ақшам саат 10-ға же девам етежек. У нас есть... Бізде Варнаутка койымызде сув көтерілді. Байдар вадисінде азбарларны сув басты, ама әршей контроль етілі. Ағыр ве мұшкул бір шей yok. Қырымда региональ меязлы февкуляде вазетлер режимі кірсетілді. Кезлевде яғмур себебінден Мелек Чешме өзіні ялындан чықты. Шерінің меркезі мини-Венецияға чевірілді, ама бұл ичте романтик дегіл. Яғмур Ахмеджетінің бір қаш соқақларыны суынен толдырды, ама отопланма яқып кетті. Бір қач сұқақта да шедетлі ел тереклеріні еқті, екәне диспетчер қызметіне 8 кере бойлы хабер келді. Шерні бұйық яғмырларға азырлайлар, яғанақлар сулары ақызлаған ерлеріні чөпліктен темізлейлер, елчылар ісе елчықларыны чақылдан бошаталар. Краснодар велиетінде де бойлы қазанын ақыбетлерінен көрешелер, бинлер жевлеріні су басты. Бойлы ава Қараденіз циклоны себебінден етіп келді. Ама енді ярын бұл вазиет денішмек керек. Выходные дни... Ратлық күнлері июньнің 19 ве 20 ава эйлеші біле. Яғмурлар тоқтайжақ. Ава арареті 23-28 градусқа же көтерілежек. Кележек афта девамында синоптиклер қысқа вақыт девам еткен яғмурлар олажақ деп тахмин етелер. Ава арареті 27-32 градусқа же қызажақ. Ама шымдылы Қырым сәкенлеріне табиат өз күчіні көстеруінің ақыбетлеріні йоқ етовнен оғрашмақ қала Эльмаса Блакимова ве Виталий Голубев, Миллет үшін. Февкуляде вазиетлер назерлігі Ялтада күчлеріні ве васталарына арттыраты бейджілерді толу шекілде азыр. Тоқтама яған яғмурлар нәтижесінде шерінің мерkezінден кешкен 2 өзен ташты. Ялтада бір адам эляк олды, оны су ақымы йықты ве алып кетті деп хабер етті Жұмхурет елбасшысы Сергей Аксенов оператив штабының отырышуы девамында. 87 су басу дәлелі олардан 63 шақси evлерде. Шерге кіріш қапатылды. Қырымның Женеби пайтақтындан Дауд Чахаловның репортажы.
Бу кадрларны Ялта сакинлері чықардылар. Гежеден берлі тоқтамаға яғмур 6 сат девамында шерге 1 айлық яғанақлар нормасына қошты. Біріншеден ерасты пияде кечетлері суға толды. Поплыла Мазда Жекина. Ерлі сәкенлер елерден келген чәрелеріні бақалар, айдавжылар өз машиналарыны қалдырмаға мечбурлар. Чүнкі олар ончақлар кыбы су ақымы içinde елдай. О ақшамдан башлады ве эп арты пияде машинаны қалдырдық, сувда токурмасын деп. Машина анда бір ерде сон. Бұйық Ялтада 2000-ден зияде сакен ұшықсыз қалды. Ава бозулувдан 80 подстанция сөніп қалды. Туристлер оларны Қырымда күнешлі ава еріне бөлі яқмурлар, қаршылар деп іч беклемеділер. Супер! Венеция! Қырымға істедім, озумесе Венецияға келдім, шымды. Киевская соғағы есе ачувлы өзенге чеварылды. Су ақымы бұйық олғаны себебінден тықынтылар ве нақлият қазалары пейда олды. Машиналарға айленмаға ер йоқ, оларны су юып кете. Чоқсы адамлар машиналарны қалдырып, пияде кетмеге мечбурлар. Газнен темелев системасы да юволды. 60 айле газсыз қалды евлер янындаки территорияларны су басты. Бір қач чоқ квартиралы евлерінің сакенлеріні тахлие еттілер. Башқа тарафқа кетеміз. Дыққат, шер қапалы. Әркезге дыққат. Шерден чықыш тарафқа yol аламыз. Шер қапалы. Ерлі әкімиетінің емірі бойынша вазиет стабиль олмағанже шер кырыш қапатылды. Ялтаға қошма құртарыжы бригадалар yollanıla. Шер бөлгесінде РСЧС басталары 95 адам ве 21 техника нұсқасы чалыша. Олардан 39 адам МЧС-тен, 9 техника нұсқасы. Қошма оларақ баш идаренің аэромобиль группировкасы yollanılды. Бұ 37 адам. Құртарыжы ве ГИБДД қадемлері өз вазифелеріні бежерелер кезге ярдым көстеріле. Чоқсағылносы бізні бұл ерге кетірділер. Бұл дешетлік көлчіклерден құртардылар. Полис нарядлары соқақларда қанунсыз әрекетлер олмасын деп патрулік кечерелер. Acile hizmetlerге yardım göstermek için kısa müddette politsiya profil hizmetlerin күчі мобилизация етілді. Керич, Ялта ve 7 Koyu rayonunda yol hareketini regulleştirmek için yardım gösterildi. Ялта мемориятның yolbaşçısı Янина Павленко өз ичтимай сәйфелерінде яғмур ақшамға яқын сакенлеп башлады деп хабар етті. Су басуы себебінден евлеріні терк етмеге мечбур olған адамлар үшін шымды вақытынша ерлешук ноқталарында bulunalар. Yaşamaға ерлері olmagan adamlarını көчірдік. Шымда енді бұл 62 адам. Шерде адамларны топлаймыз ve оларны ерлештіреміз. Сесленген епысы иш адамларға ерлешу фасталарына тәшекүрлер білдірем. Олар бүгін бізге адамларны көчірмек үшін ер айыралар. Böyle көчіру яғмурлар нәтижесінде бір кішілі қолды. 26 яшлы егітні су ақымы аяқтан кесіп алып кетті. Шымдaki вақытта ер бір идаре февкуляде вазиетінің ақыбетлері yok етілуіна. Üçün өз қадемлеріні yolladı. Олар епсі оперштабнен сықбақ тұталар, шер меркезінде су енді қалмады. Бүтін көч адамларға ярдым етмек үшін yollanıla. Bu vaziyetini Kırım yolbaşçısı Sergey Aksionov'nun daimi şekilde kontrol etti. İyunun 18'inden kol merkezler fevkalade vaziyetler neticesinde zarar körgenlerinden telefon bağlarını kabul etip başladılar. Elmas Ablakimova, Daud Çakhalov ve Alim Sidaliyev, Millet için Ялта. Февзи Якубов адына Крым Эдислік ве педагогика университетінде Рустем Казаков бірінші олмақ серлевалы весиқалы беди фильм премьерадан эвел қапалы шекілде көстерілді. Бұл мешур Крым татар күрешчісі 1972 сене Олимпик ойынларының чемпионы аққанда бірінші ве екене фильмдар. 75 яшлы спортчы озы дечекімлерді іштірак етті. Эксклюзив кадрлар бізім репортажымызда. Февзи Якубов адына Кырым Муиндислик ве педагогика университетінің кырыш одасында селсебил кеманейчилер ансамблі чала. Олар алтын түсте, маса ұсындaki кубок ве медалер кабы. Рустем Казаковның мүкафатлары эркесінің диққатыны желп ете. Мұсафірлер весиқалы беди фильмнің қараманы или фото чекмеге ашықалар. Қапалы көстеру башланмастан эвел фильмнің баш актері Олимпик чемпион Пайлашаки кинода көстерілген трюкларны эпсіні озы бежерді. Бүгінгі күнде менің спортив алым пек яқшы. Көреш мені құветлі етті. Мен 75 яшында бойлай шейлер япа білем. Премьераны қачырмаңыз.
Рустем Казаков ақында фильм «Первый олимпийский наш» деген хэштегі иле чықа. Бұл весиқалы кино черчевелерінден тыш чықты. Бұл чоқ саналаштырмалары олған санаттыр. Мақсат муэллиф айтқаны кебі чемпионның муафақиет yolunu көстермектір. Серджи бұны көрмек ве қимет кесмек керек. Мен белесем, сіз Серджиге еткізмеге істейсіңіз. Бұл қараманымызның муреккеп yolunu төпеге тырмашуғыны көстермектір. Ве біз бұны япып олдық. Ен мерақлысы бізім фильмімізде. Фильм üzerinde 3 февраль айында башланған еді. Бір қач ай девамында команда терабайтларнен эксклюзив малюмат топлады. Қырымдан ве атта Русияден тыш командировкалар олды. Зедандашларымыз Москвада 25 градус суықта ве Өзбекистанда 25 градус sıcakta çalıştılar. Оператор Асан Ибрагимов үшін бұл ақиқи сынав олды. Борьбу показывать очень тяжело. Күреш чекімлері пек ағыр кече. Хусусан бұны камера васталы еткізмек. Стабилизатор ярдымынен чалашмақ ве чоқ чапқаламақ керек олды. Спорт ақта фильмде күреш санатыны көстермек мұйымдар. Оның үшін актерларны күрешчілер арасындан сечмек керек олды. Саналаштырмаларда мутехасыз актерлар, олар образларны о қадар яқшы көстерділер ки чемпионның туғанлары тап өзлеріні таныдылар. Тұтышулар кадрлары көстерілген вақыт менің суалым пейда олды. Нечін менің аға қардашларым бұны япмайлар? Актерлар пек яқшы. Ажайып актерлар бұл фильмні пек яраштырдылар. Пек мүләйім ве олармен таныш олмақ мерақлы олды. 1 саат 16 даққа девам еткен фильмде спортшының бұтын омыр yolu көстерілді. Балалық, генчлік ве қараманның бұйық олмасы. Лирик қысымларда бір кім сені первасыз қалдырмады. Көстеруден соң сейіржілер тұйғыларыны сақлап оламайлар. Слеза прошибает. Көз яшлар пейда олған вақытлар. Күлінчлі аллар да олды. Бұтын фильм мераметлікні көстере. О қадар дойғылы ки, тап көз яшлар көріне. Мен белесем bu gelecek yaşlarımız bu filmni bakıp tırışırlar. Güçlü sportsmenler, olimpiya çempionları olmağa ve sizin kollektivinizge, rehberinizge hepsilerine çok teşekkürler bildireyim. Men belesem bu filmler sizlerde daha çok olur. Қырым татар спортшысы ақында фильм біздің телеканалымызның бірінші меқияслы ұшы дегіл. Кечкен сене миллет мешур учучымыз Совет бірлігінің 2 дефа қараманы Амитхан Султан ақында фильм шығарды. Этот проект, конечно, был, есть и будет. Мені БССР-ларны açmayacağım, ama более хайлері де девам етірілежек. Біз айны более yönelişte adımlamağa niyet etemiz. Премьерадан Эвелка Костеров бұл әр вақыт эксклюзив. Ве бұл эксклюзив шымдылық қапалы қапы артында қала. Рустем Казаков бірінші олмақ серлевалы беди весиқалы фильмні енді июннің 20-сінде ақшам 9-ға 15 даққа қалғанда Милет телеканалында сейретіңіз. Ленуза Бурсейтова, Эльмаса Блакимова, Алим Сейдалиев, Аким Бекиров, Милет үшін. Свобода Симашка адына чоқ функциональ тибби меркез. Бүгінден башлап яны маршрутта Дорт Зиманеве автобус қатына башлады. Рейслер арасында қач вақыт интервал олажақ ве нақлиет ненен донатылғаны ақында бізім левхамызда. Қырым пайтақтында Жүмхури военкомат дұрағында адам чоқ. Бұндан әвел Симашка адына яны хастаханеге же барып етмек үшін бір қач автобусден ештірмек керек еді. Бүгінден сәкінлерде бір автобуснен анда барып етмеге чарелері пейда олды. О 13А номерасыны ташый. Мен яны автобус ве маршрут рейс пейда олывына пек қумандым. Енді кереклі ерге рат етіп баражам. Эвелері 2 автобусқа отыра едім. Шымды пек яқшы олды. Шымдылек яны маршрутта тек 4 автобус қайтнай жағына қалиет газ мотор яқарылықта чалыша оның үшін иқтисат етіджі ве экологик сайла. Зиманеви автобуста 60 ер бар. О видеобақув системасынен валидатор ве кондиционернен тәмен етілген. Автобус өз әрекетіні сабас саат 6-ны 20 дақа кешкенде башлай. Ве ақшам саат 10:30-да бітіре. Әрбір бойлы автобус арасында 20-25 дақа олажақ. Хасталар еткізілуінен ве Свобода районына яқын яшаған сакинлер хастаханеге доғры барып етмелері иле меселе чықты. Оның үшін біз бойле 13А маршрутыны ачтық. Дорт автобус қатнай. О сақат инсанларның эпсі талапларына көре азырланды. Техника эпсі зиманеви нормаларға уйғын. Келечекте елчылар артмасынен автобуслар сайысы да чоқлажақ веттек Ахмеджетте дегіл.
Бүгінгі күнден бізде Керчте де яңа автобус маршруты ачыла. О Керчнің женюбы, Керч автовокзалы деп адланacak. Маршрут бұл дураққа яқын келіп тоқтаған тренлерінің жедвеліне көреттізілежек. Yakın vaqtda reysler cedvelini Kerç'nin Cenubi adlı stansiya yerleştirilecek. Safiye Şukurova, Lila İslamova, Kim Bekirov, Millet üçün. Қырымның мемориал ел намесінде Яны Сайфе, Ахмеджет районның Тавел көйінде испан гоноллесі интернационалист Хоакин Фейхо Фернандеске янартылғаны беде açılды. Эфсіневи қарбабасының қатырасына аңмақ үшін Москвадан оның торыны Марьяна Фейхо мақсус етіп келді. Бұл ақта Сабина Денееваның левхасы. Очень рада, что... Біз мезарға келе білеміз ве бойле имканымыз олғанына пек хуvanамыз. Гонюлі интернационалист Хоакин Фейхо Фернандеске Ахмеджет районының Тавел көйінде янартылған абиде жылвына Москвадан оның торыны Марьяна Фейхо мақсус етіп келді. Вебі розюдегіл құрантасы ве яқын достларынен берабер о қырбабасының ве улу ватан кесенелері эляк олған аскерлерінің қатырасыны андылар. Наша просьба большая. Бізім режамыз, істегіміз бұю, Камабуле, Ханин, Константин Попов оғырашты. Ве біз ona тәшікір білдіреміз. Ве бұ эпісі қырымлыларының тұрышуынен япылды. Хоакин Фейхо Фернандес испан, гөнүлі интернационалист, Қызыл ордунун майоры. Кавказ мудафасында иштирак етті. Испан гөнүлелері группасының тіркібінде ерлі партизанларға ярдым етмек үшін Қырымға юланылды. Был коммунист. О коммунист, шейнен мерахланған инсан еді. Сізнен бізім бақтымыз үшін өз жаныны аямады. Майор 43 сене фашист ишгалжилеріне қаршы күрешлерден бірінде арби арқадашларыны қорчалаған вақыт еляк олды. Сегодняшний памятник, Бүгінгі абиде ең терен тесюрат қалдырды. Ве бұл хош дойғылар демек мүмкін. Чөнки бізде Қырымда абиделер сақланыла. Олар ем озымызның еждатларымызға, ем де бұл топрақта еляк олған четел адамларының қатырасына бағышлана. Олимпик резерв оқу юртында Қызыл орду майоры Хоакин Фейхо шерефине мемориал ерлештірілді. Айны шу ерде Қараманын қатырасына бағышланған митинг тешкил етілді. Абиденің яшы ярымасырға яқын. Бұл вақыт девамында о ичті реконструкция етілмеді. Абиденің яны көрінішіні яратылуы бойынша шакси құруджилық шirkетін ишлері яқын 600 000 рублені тешкил етті. И мы, выехав сюда на место... Бұл ерге етіп кергенде, абиде насыл алда олғаныны бақтық. Әлбет бұл кедерлі манзара еді. Бедава ярдым етмеге қарар алдық. Проект тіздік. Еляк олғанларының қорантасы оны таздықлады. Бұндан соң ішні башладық. Умумен Қырым партизан әрекетінде 2000-ге яқын испан гөнүлі иштирак етті. Епісі қараманларын адлары шымдылік бели дегил. Мутихасыслары ят ерні ось ватанлары кібі қорчылаған адамлардың өмір хуяларыны огренелер. Сабина Денеева, Эрвин Имиралиев, Millet үшін, Ахмеджет районы. Урмет ве ғұрырға лайық. Қырым парламентінде бірінші Жемхури мектеп музейлері конкурсының нәтижелері чықарылды. Тедбір қатыра ве кедер күніне ұлы ватан женкі башланғанының 80 еллығына бағышланды. Ярыш елінің башында илян етілді. 6 ай давамында ярымадының умумтасил мектеплерінде 100-ден зияде музей экскурсиялар форматында өз жанлы тарих көшелеріні тәқдим еттілер. Экскурсоводлар оларақ ем ожалар, ем де тәлебелер çalıştılar. Қырымда бізді музейлеріміз чеші толғаныны аңлаймыз. Ама оларның аман-аман ер бірінде ұлы ватан женкіне ве ватан перверлік тербиесіне бағышланған блоклар бар. Тамам бұңа диққат айырыла. Чөнки бұл мемлекетіміздің тарихында айрыжа мұйым елдір. Критерийлер арасында композиция ижра етілуінден ғайры, бұл музей яратылуына балалар желп етілуі олды. Конкурсның мақсады балаларға ватан перверлік тәрбие берілуі, эдждатларымызның ұлы жесареті ақында қатыра сақануыдыр. Қырым парламентінің вице-спикері Владимир Бабко конкурста ғалип шыққан Жанкой районы 40 чепчек ойынан Кефеде Пресняков адына 11-ші санлы мектепнің ве Бақчысарайда мектеп академиясының векіллеріні дипломлар ве қиметлі бақшышларынан мүкафатлады. Ратлық күнлері Millet телеканалында Қырымның esas мәлімат программасы. Жұма ақшамы ве базар күнлері саат 7:30-та нәтиже программасы. Қырым шарқында ве Женюби ялы бойларында ава бозылуы күчлі яғанақлар беңлерже адамны эфсіз ве барқсыз қалдырды. Біз не yapmaға білмейміз. Бізім бір şeyimiz жоқ. Сақлық сақлав назирлігі тенбиелей үшінші далға бұл енді эфсане дегіл яқынлашқан реал вазиеттір.
Біз әрбір Қырым сакini ве мусафыры огунде тыз чөкмеге азырмыз. Ашылама япыңыз, достлар, деп ялварамыз. Яңы штамлар бар, я бұның дерманы, курорт мевсім олачақмы? Бызым коллектив иммунитетіміз олмағанча эпидемик жерянға тек сынырыланувлар керсетілуінен тесірете білеміз. Қырым вяқияр бойынша региональ ара Роспотребнадзор идаресінің ребері Наталья Пеньковская милlet телеканалына берген эксклюзив интервьюсы. Тіббиет 2.0 еді ел ішінде Қырым сағлық сақлавының ирішмелері атты коронавирусқа қаршы күрешу муафақиетлік көстергічлеріні эксілтмеді. Бойле донатмада çalışmak біз үшін алышқанлы адисе. Біз буақта эвелері атта арз етмейедік. Бүгінге bu епісі хаберлер милlet телеканалындан айырылманыз, хайырлы ақшамлар.